Жаңартылған білім беру мазмұны аясында дүниетану пәнінің мақсаты оқушыларды тарих, география және қоғамтану негіздерімен таныстыру арқылы қоршаған әлем туралы білімдерінің тұтас жүйесін қалыптастыру. Оқытудың сәтті болуы, оқу мақсаттарының дұрыс жүзеге асуы. Бастауыш сыныптар үшін тарихи тақырыптар жаңа болып табылады. Сондықтан алдын ала түсіндірме жұмыстарын ұсынамыз. Слайдта келесі оқу мақсаты көрсетіледі. Қазақстан аумағында көне жазу туралы білу және сол мақсатпен тығыз байланысты түрлі материалдарды, әдістер мен құралдарды пайдалана отырып, көне жазуларды бейнелеу. Оқу мақсатын жүзеге асыру үшін сабақта проблемалық зерттеушілік технологиясын ұсынамыз. Оқушылар ғалым археологтар рөлінде ежелгі адамдар тастаған ақпаратты оқу керек. Ол үшін оқушыларға тастағы көне жазбалар бейнеленген суреттерді ұсынамыз. Оқушылар топтық жұмыс барысында ежелгі адамдардың жазбалары қандай болғандығы және суреттерден олардың өмір салты туралы білгендерін болжайды. Әр топ хабарлама түрінде айтады. Екінші оқу мақсаты ойын жағдаятын қолдануға болады. Оқушылар өздерін ежелгі адамын деп елестетіп, таяқшамен ермексазға аңға кеткен досына хабарлама жазады. Жұпта шифрланған хабарламаны оқиды. Осындай тапсырмалар тақырыпты меңгеруге, сыни тұрғыдан ойлауға және шығармашылық қабілеттерін дамытуға көмектеседі. Назарларыңызға келесі оқу мақсатын жүзеге асыру жолдарын ұсынамыз. Дереккөздерді зерделеу арқылы Томирис туралы әңгімелеу. Бірінші, оқушылармен әңгімелесу барысында таныстары мен құрбыларының арасында Томирис атты қыз бар жоқ екенін анықтатыңыз. Екінші, оқушыларға бұл есімнің мағынасы туралы әртүрлі болжамдар жасатыңыз. Үшінші, оқушыларға негізгі дереккөз ретінде Томиристің суретін ұсыныңыз. Олар сурет бойынша сипаттама жасайды. Сақ патшайымы әдемі, батыл, аттың үстінде сенімді отырады, қылыш ұстай алады және тағы басқа. Оқушылардың жауаптарын мұғалім келесі ақпаратпен толықтырады. Томирис 5 жасына атқа отырды, 6 жасында қолына қылыш алды. Бұл оқу мақсатының жүзеге асуында оқушыларға берілген осы ақпарат жеткілікті болады. Екінші сыныптың маңызды оқу мақсатының бірі көрнекі материалдарды зерделеу арқылы ондарының өмір салтын сипаттау. Оқу мақсатын жүзеге асыру үшін мұражай ойынын ұйымдастырыңыз. Екі топ мұражайдың бөлмелеріне билет алады. Бірінші топ ғұндар бөлмесіне, екінші топ сақтар бөлмесіне. Содан кейін керісінше. Бұл тапсырма оқушылардың қазақ халқының мәдени және тарихи мұрасын танып білуге көмектеседі. Әр топ суреттер бойынша бақылау жүргізіп, сақтар мен ғұндардың киімдерін салыстырады. Зерттеу нәтижесі мұражай қызметкеріне көрсетіледі. Мұражай қызметкері мұғалім немесе оқушы болуы мүмкін. Одан кейін оқушылар концептуалды кестені толтырады. Концептуалды кесте ежелгі қазақ тайпаларының маңызды ерекшеліктерін анықтауға, ақпаратты жүйелеуге ықпал етеді. Ботай мәдениетінің ерекшеліктерін сипаттау оқу мақсатын жүзеге асыру үшін келесі жұмысты ұйымдастыруға болады. Жуан және жіңішке сұрақтар. Сыни тұрғыдан ойлау технологиясының әдісі бір-біріне сұрақ қою арқылы жүргізіледі. Жіңішке сұрақтар бір жауапты, ал жуан сұрақтардың бірнеше жауаптары болуы мүмкін. Оқушылар жұпта бір суреттер таңдап алады. Ерте заманда және қазіргі кездегі жылқының маңызын. Екі жуан және екі жіңішке сұрақ құрастырады. Содан кейін жуан және жіңішке сұрақтардың кестесі арқылы сұрақ-жауап ұйымдастырылады. Ұсынылатын әдіс оқушылардың сұрақты дұрыс құрастыруына көмектеседі және ұғымдарды сәйкестендіруге үйретеді. Тапсырманы орындау барысында оқушылар қазақ халқының өміріндегі жылқының рөлін түсінеді. Содан кейін оқушылар Ботай мәдениеті туралы ақпарат алады. Ботай Қазақстанның солтүстігіндегі Иманбұрлық өзенінің жағасындағы қоныс. Ботайлықтар алғашқыларының бірі болып, жылқыны қолға үйретіп көбейткен. Бұл тапсырма Ботай мәдениеті бойынша алғашқы білім алуға көмектеседі. Үшінші сыныпта оқу мақсатының бірі тарих және мәдениет ескерткіштерін сақтау маңыздылығын түсіндіру. Оқу мақсатын тиімді жүзеге асыру үшін идеялы есімдер және ұғымдар себеті әдісін қолдануға болады. Бұл әдіс сабақтың бастапқы сатысында және
жеке топтық жұмыс арқылы оқушылардың білімдері мен тәжірибесіне сүйеніп өтеді. Тақтаға себеттің суретін қойып, елімнің өткені, тарихи және мәдени ескерткіштер тақырыбы бойынша ойларын ортаға салады. Тапсырманы орындау нәтижесінде оқушылар еліміздің өткені туралы ақпаратты қайдан алуға болатындығы туралы қорытынды жасайды. Содан кейін 3 топта ойын ұйымдастырады. Оқушылар ғалымның рөлінде болып, әртүрлі болжамдар жасайды. Бірінші топқа Тараз қаласында табылған бишік қыздың мүсіні бейнеленген, екінші топқа алтын адамның суреті, үшінші топқа Тамғаладағы тас жазбаларының суреті беріледі. Оқушылар сурет бойынша ерте замандағы адамдардың өмірі, ескерткіштерді сақтау маңыздылығы туралы ойларын ортаға салып, өз бетінше қорытынды жасайды. Келесі тоқталатын оқу мақсаты көшпелі және отырықшы өмір салтының ерекшеліктерін түсіндіру. Бұл мақсатты жүзеге асыру үшін криздің тиімді тиімсіз әдісін қолдануға болады. Ұсынылып отырған әдіс оқушылардың қарама-қайшылықтар туралы білімдерін қалыптастырады, ойлау қызметін белсендіреді. Сынып оқушылары 4 топқа бөлінеді. Бірінші топ көшпелі өмір салтының тиімді жақтарын, екінші топ тиімсіз жақтарын айтады. Оқушылар кезекпен жауап береді. Үшінші топ отырықшы өмір салтының тиімді жақтарын, төртінші топ тиімсіз жақтарын айтады. Жұмыстың соңында оқушылар мына кестені толтырып, қорытынды жасайды. Құрметті әріптестер, жаңартылған білім беру аясында оқу мақсатын жүзеге асырудың бірнеше жолын көрсеттік. Бұл тапсырмаларды өз жұмыстарыңызда қолданады деп ойлаймыз. Назарларыңызға рахмет.